Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі. Мен филология бөлімінің 3-ші курс студенті Ибраева Мадина Серікбаевна. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан әлемінің құпиялары, жер ғаламшары. Сабағымызды бастамас бұрын сабақтың мақсатымен таныс болайық. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы ойды анықтау, төл сөз, төлеу сөзді және автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Бүгінгі сабақта нені меңгересің? Жер ғаламшары туралы мәлімет аласың. Тірек сөздер мен жетекші сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтай аласың. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін біліп, төл сөзді төлеу сөзге айналдырасың. Ал ендеше оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты негізгі сөздер мен сөз тіркестерін талдап алайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жер ғаламшары болғандықтан, біздің негізгі сөз тіркестеріміз жер ғаламшарына байланысты болмақ. Яғни жер, күн, ай. Ал ендеше оқушылар, жер ғаламшары туралы қызықты бейнебаянды көріп шығайық. Талдап көр әдісі арқылы бейнебаяннан түсінгеніңді айтып бер. Біздің планета. Жер ішкі планеталардың, яғни күнге таяу айналып жүрген 4 тас ғаламшардың ең үлкені болғанымен, ол күн жүйесінің сыртқы жағына таман орналасқан 4 газды алыптан әлде қайда кіші. Жер сондай-ақ күннен тысқа қарай жүргенде табиғи серігі бар алғашқы ғаламшар және күн жүйесіндегі бір ғана серігі бар жалғыз планета. Жердің күн жүйесі планеталарының арасындағы бірегейлігі, ол бетінде сұйық күйдегі суы бар жалғыз ғаламшар. Балалар, бірінші тапсырманы орындап көрейік. Бейнебаяннан қаншалықты мәліметтерді игере алдық? Білетініңіздің барлығы әдісі арқылы берілген ұсыныстардың дұрыс немесе бұрыс екендігін көрсетейік. Мысалы, ай жердің жалғыз серігі болып табылады. Ол әрине де дұрыс жауап. Жарайсыңдар оқушылар. Ендігі кезекте бас бармақ тәсілі арқылы өзімізді бағалап көрейік. Бармақтың жоғары қараған тұсы барлығын түсіндім. Орташа қараған тұсы енді түсініп келемін. Төменгі қараған тұсы түсінбедім. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Енді барлығымыз төл сөз және автор сөзінің жасалу жолдарын меңгеріп алайық. Мені мұқият тыңдап отырыңыздар. Сөйлеушінің өз сөзінің ішінде біреудің айтқан сөзін ешбір өзгертпей, сол айтылған күйінде беруін төл сөз дейді. Мысалы, Дина бір сөзінде Асанға талабым бар екен, бірақ талап әлі өнер емес деген болатын. Бұл мысалдағы талабым бар екен, бірақ талап әлі өнер емес деген сөздер Динаның өз аузынан шыққан төл сөзі. Мұны сөйлеуші сол айтылған күйінде жеткізіп отыр. Төл сөзбен байланыста айтылған сөйлеушінің өз сөзі автор сөзі деп аталады. Жоғарыда алынған мысалдағы Дина бір сөзінде Асанға деген болатын автор сөзі болып табылады. Мұнда сөйлеуші төл сөзді кім айтқаны, Дина, және кімге айтқаны, Асанға жайында түсінік береді. Төл сөз бен автор сөзі де көмекші етістігі арқылы байланысады. Ол үнемі автор сөзінің құрамында болады және деді, дейді, деп, деген, деген екен, дей жаздады, дегендей тағы басқа тұлғада қолданылады. Біз төл сөз бен автор сөзінің жасалу жолдарын меңгеріп алдық. Енді екінші тапсырма. Еркін жазу әдісі арқылы берілген сөздерді төл сөз бен автор сөзіне айналдырып жаз. Тапсырманың дескрипторы: бірінші, мәтінді оқиды, 1 ұпай. Екінші, сөздерді төл сөз бен автор сөзіне айналдырып жазады, 1 ұпай. Барлығы 2 ұпай. Мысалы, ежелгі адамдар жер жазық деп болжаған. Жарайсыңдар оқушылар. Ендігі 3-ші тапсырма. Сұрақ-жауап әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріңдер. Өз ойларыңды дәлелдеп,
сұхбат құр. Күн мен түн неліктен ауысып отырады? Қазақ тілінде күн мен түннің ауысуынан пайда болған қандай сөздерді білесіңдер? Олардың мағынасын түсіндіріңдер. Күн жерді айнала ма, әлде жер күнді айнала ма? Ал ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, БББ әдісі арқылы сабақтың тақырыбы бойынша білемін, білгім келеді, білдім деген тұстарын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Үйге тапсырма: жер ғаламшарын зерттеген ғалымдар туралы ақпарат жинап, шағын мәтін жазып келу.